Армысыздар, біздің бүгін төрімізде тағы бір қонағымыз бар. Ернар Сакупов, Сағыз құрамасының сценаристі. Ернар, қалай жеттіңіз? Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы кеш, Олжас, өте жақсы жеттім. Күннің суықтығына қарамай таксимен келдім мына жерге. Өте керемет, көңіл күйім өте жақсы. Сенің сұрақтарыңа барынша шынайы жауап беремін деген ойдамын. Құрметті Ернар, бізге келген қонақтарымыз өз-өзін бір ғана минутқа сыйдырып таныстырып өтеді. Сол дәстүрден айнымайық, бір минутқа сыйдырып өзіңізді таныстырсаңыз, қажет деген ақпараттарды айтып көрермендерімізбен бөліссеңіз. Қалай қарайсыз? Есімім Ернар, Сағыз ауылының тұрғынымын. Осы жақыннан бері осы Атыраудамын. Атырауда енді белгілі қазір сахнада жүрген Жайдарманда Сағыз КВН командасының авторы, жетекшісі болып келем. Кезінде Жигули КВН командасының мүшесі болып өнер көрсеткеніміз бар. Енді қазіргі уақытта осы Атырау қаласында болып жүрген КВНдерді алдағы уақытта жоғары деңгейге көтереміз бе деген мақсатта соған үлесімізді қосып жұмыс жасап жатырық. 20 секунд болған бар. Жайдарманның білесіз өзіңіз арнайы веб-сайты бар. Бұл жерде Жайдарман туралы, олардың ойыншылары, сценаристері туралы толық мағлұматты алуға болады. Сіздерде сайт жоқ, сондықтан сізге осындай таныстыру арқылы әдейі көрермендеріміз біліп жүрсін, әсіресе егде жастағы үлкен кісілеріміз біліп жүрсін деп осындай талап қойып жатырмыз. Ал енді Ернар, алғашқы сауалымыз осы Сағыз құрамасының алғашқы қазығын қаққан кім еді және қалай ол идея жүзеге асып жатыр? Өте енді осы көп сұрақтардың ішінде қойылғыш сұрақтардың бірі деп айтсам болады. Сағыз КВН құрамасының қазығын қаққан осы 2009 жылы 8 мамыр күні осы батыс аймақтық бір ойын өтетін болып, содан мен ауылға барып алдын ала ойнайтын болсаңдар келіңдер деп бір балдарға, жастарға осылай бір жариялап үндеп кеткенмін. Сол балдардың сол кездегі түріне, ұсқындарына, келбеттеріне, қимылдарына ешқандай бір қалай айтсам болады, бір позитивті ештеңе таба алмадық та, ондай бір хей дейтін бір драйв болған жоқ. Сондықтан да сол ұсқындарына өздерінің сай, мінездеріне деп айтсам болады, мінездеріне сай өздерінің сол тұрғыға сай сондай бірден әзіл ойлап тауып, кішігірім содан келесі күн таңертең түнімен дайындап, таңертең редакторлық жұмысқа Есен Елеукен ағамыздың алдына алып келіп, ол жерден шынты айта кету керек, ол жерде Арслан деген бауырым Шымкентте АСА КВН командасының капитаны, белгілі кезіндегі 2005 жылдарда сол Арслан бауырымыз бар. Сол жерде отырып, манағы түнімен қойған сценариямызды бірдеңе өзгертіп, содан Сағыз құрамасы 8 мамыр күні 2009 жылы осы Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театрдың ішінде ең алғаш сахнаға шығып, өте қалай айтсам болады, бір жаңалық әкеліп, сол жерден өте жақсы деңгейде өнер көрсетіп, содан Есен ағамызға олар ұнап, содан 2009 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырық. Жаман емес. Енді 2012 жылы маусымашарға бара алмай, минус осы жерде былай ақша іздеп былай көп тырбанып қалдық та, осы жерде бара алмай қалдық. Содан Есен ағамыз негізі 2012 жылы жоғары лигаға түсуіміз керек еді. Оны бір кейбір әзілдердің ішінде өздері балдардың өзі сахнада бір кейбір айтып кеткені бар Алматыда. Енді 2012 жылы ең алғаш осы балдардың осы Қазақстан ұлттық арнасына шыққаны. Енді қазіргі жағдай жаман емес. Осы биыл 2014 жыл бізге табысты жыл деп айтуға болады. Осы бірақ та осы енді алып жаңағы қазығын қаққан деген сұраққа жауап беретін болсам, Сағдат екеуміз құрған команда негізінде ол Сағдаттың бірталай көмегі тиді. Ол кезде қазығын қаққанда осы Сағдат екеуміз сол жерден құрастырдық та, содан ары қарата содан 8 мамыр күні осы Атырауда өнер көрсетіп, 12 мамыр күні Ақтөбеде ойын болатын болып, Ақтөбе қаласының 165 жылдығына сол кезде алып кетіп, мен ол команданы 3 күн 1-2 күннен кейін ояққа апарып, ояқтан да үздік әзіл деген номинацияда есімде әлі сондай бір табысты ойын көрсетіп, ояқта да содан менде идея осы жанрды дамытсам ба деген ойлар туып, содан ары қарата осыны алып кеттім өзім. Енді мен өзім байқауымша Астанаға осы ойындарға барғанда көбіне байқайтыным, біздерді жастар жағы емес, көбіне бір орта жастағы кісілер жақсы көреді, жақсы қарайды. Мысалы Назар Аудар, Қорқыт деген, Аралас деген командалар шығып жатса, мен залда өзім отырып кейбірде қараймын.
арттан қыздар, балалар, жастар шулап атат, деп шыңғырып. Ал біздер сағыз десе өзім таң қалдым. Ең бірінші сағыз десе осы біз алдыңғы рядта, эфирден байқасаңыздар, алдыңғы рядта бір 5-ші 6-ші рядтарда, 5-ші 6-ші қатарларда, 5-ші 6-ші қатарларда отыратын бір 35-40-тың шамасындағы бір үлкен жігіттер отырады, қарындары шығып кеткен, костюм шалбармен бір 30 шақты адам келіп отырады. Солар ой деп алда бір 30 шақты адам отырады. Біз танымаймыз. Біздің көрерменіміз сол, мен балдарға да айтатыным сол, біздің көрерменіміз бар, бір 30 көрерменіміз бар, сол үшін ойнап кетейік деп. Енді қазіргі жағдайда, бірақ енді олай емес. Енді қазір жастар да жақсы қабылдайтын болған. Жаман емес. Енді биыл тек қана финалға шыға алмай қалғанымыз болмаса, өкінішке орай. Келесі жыл енді финалға жетеміз деген ойдамын. Келесі жыл мүмкін кішкене жанрды өзгертеміз бе, мүмкін бірдеңе қосарымыз, аларымыз, көптеген идеялар бар жалпы. Ернар, бір үлкен істі ашу үшін, сол істі жылжыту үшін үлкен қаражат қажет. Басында қаражат бөлу процесі қалай жүзеге асты? Қазір қаржылай тапшылық байқалып жатырған жоқ па? Осыған тоқталып өтіңіз. Енді ауылға келген кезде үлкен кісілер сұрайды, осы сендер осы жұмыстан ақша аласыңдар ма, қанша зарплата аласың деген сияқты. Осы сауалға қалай жауап бере аласыз? Енді басында өте қиын болды. 2009 жыл жаңа айттым, құрылған деп. 2009-дан 2013 жылға дейін тұрақты спонсорымыз болған жоқ, шыны керек. Бірақ әр кезде біздер сахнаға шыққанда балдар сол туралы айтатын. Біздерге осы ойынға анау көмектесті, мынау көмектесті деп, әзіл ретінде сол көрген қиыншылықтарымыздың бәрін әзіл ретінде бізге көп көмек тиді. Сол әзілге айналдырып, соның бәрін шынайы. Жалпы енді әзіл деген шын заттан құралған жақсы ғой. Бір жағынан. Енді қазіргі жағдайда осы шүкір жаман емес, осы Атырау қаласының, Атырау облысы жастар саясат мәселелері басқармасы бізге қазір көмек көрсетуде. 2 жылдан бері осы Атырау бізге ақша бөліп, анда барыңдар, мында барыңдар, анда барып келіңіздер, мында барып келіңіздер деп. Әйтеуір қазір ешқандай қаржы жағынан біз қиналып отқан жоқпыз, шыны керек. Бірақ осыдан бір 2 жыл бұрын премьер лига Алматыда ойнап жүрген кезге дейін бізге қиын болған өте. Әр ойын сайын тек барамыз да, ойын күні. Негізі хат келгенде алдын ала 4 күн бұрын, 3 күн бұрын келу керек болса, біздер тек сол күні ойын күні барып, тек ойын күні пойызға мініп, жанталасып барып, жанталасып келіп, сөйтіп жүретін едік. Банағы енді зайчик деп атады, зайчик болып та барған кездеріміз бар, талай. Алматыға зайчик болып 3-ші полкіде жатып, әйтеуір сол қиындығымыздың бәрінің жемісі болар деймін, көрген қиындықтарымыздың. 3-ші полкіге тақтай болып ұйықтап барамыз ба, білмеймін, айырып тұрып бірінші орынмен өтеміз. Енді егерде мына енді ютубта, интернетте сол видеоларымыздың бәрі бар. Осы бір ойынымызда әр кезде бізге әр адам, кәсіпкерлер көмектескен. Оразбек дейтін ағамыз болды ауылдан, ол көмектесті. Онда бір ойында айтқанбыз, Оразбек аға, енді сіздің терезеңізді сындырмаймыз деп, бір шайханасы бар ол кісінің деп. Сөйтіп бір сол шындықтардың бәрін әзілге айналдырып, тікелей айтып, солай бір ұтымды пайдаланып кеткен кездеріміз болды. Кәсіпкерлер көмектесіп жүрді көбіне. Кәсіпкерлер анау көмектеседі, мынау көмектеседі, бір ағаларымыз бар, кейбір лауазымда. Осы көп енді. Енді Жайдарманның беретін заты өмірде көп. Енді ондай жаңағыдай қаржылай, финансовый көмек көрсетпесе де, енді былай материалын бірталай көмегі бар. Жайдарман ойнап қор болып кеттім деген Жайдарманшы әлі күнге шейін көрген жоқпын. Зарплат жоқ. Бірақ та кейбір ойындарға бара алмай қалған кезімізде Есенел Үлкеннің өзі қалтасынан ақша шығарып көмектесіп жатады, билетіміз алып береді, кейбірде тамағымызға шейін алып берген күндер болды, енді өтірік емес. Бірақ та жалақы алмаймыз. Сөздің шыны керек. Ол мүмкін енді жалақы алатында оның мүмкіндіктері бар шығар, мүмкін бір заңды бірдеңе қылып бір келтіріп, заңмен бір келтіріп жіберетін жерлер бар шығар. Енді оны білмеймін мен. Өзім ол күнге шейін, мә, Ернар КВН-ге барып келдің, сенің зарплатың мынау деп, маған ешкім зарплата берген жоқ. Ол солай. Интернет желісінде Ернар Сағыз құрамасына қатысты, жалпы қазақ КВН-не қатысты сауалдар қазір көбеюде. Солардың бірі, мына ресейлік КВН ең құнды, ең бір қаржы көп құйылатын сала болып табылады деп анықтаған екен журналистер. Соған қарағанда бізде осы Жайдарманның аяқ алысына үлкен бір демеушілік етіп отырған кісілер және
кейін сол жайдарманнан бөлініп жаңағыдай өнер жолына нақты түсуге бір мүмкіндік жасалатын ойлар табыла ма? Енді Олжас, Ресеймен салыстыратын болсақ, бізде көп зат Ресейден енді қарағанда бізде басқаша. Енді жайдарманның басқа сфераларға түсіп кететін мүмкіншіліктері бар, бірақ та енді оған жаңағы оған өз өзіңді көрсету керексің алдымен. Өз өзіңді көрсетіп. Енді мен айтпаймын, осы сахнада 3 жыл жүргенде біз Сағыз КВН командасы өзінікін көрсетті. Олар бүйтіп істей алады, сөйтіп істей алады деп ешқандай мен ол туралы ештеңе айта алмаймын. Бірақ та егер мүмкін өзің көрсетіп бір жақсы қырынан танылып қалып жатсаң, егер жайдарманнан да басқа бір спец проектілер ашылып, мысалы Ресейде бар Comedy Club, бірдеңе клаб мылаптар көп ол жақта. Енді сондай клабтарды бізде де ашатын болса, егер неге бар ойнамасқа. Енді мынау жайдарман қазір конкретно трамплин. Біреу мысалы жайдарман ойнап әнші болып кетіп жатады. Мен көрдім ондайды. Біреу жайдарман ойнап тележүргізуші болып кетеді. Біреу жайдарман ойнайды, автор болады. Өз-өзін тауып кетіп жатыр әркім. Тамада болады. Қазір енді тамада болу дейтін ол енді қазір кез келген жайдарманшы тамада. Бірақ осы Сағыздың ішінен, Сағыз КВН командасында жайдарманшылардың ішінде тамада жоқ арасында. Біздің жалпы мынау, егер мен алысқа бармай ақ қояйын Алматыға. Егер де мысалы Атыраудың, мысалы біздің Қазақстан Атырау телерадио корпорация ма? Мысалы Қазақстан Атырау біздің өзіміз жергілікті канал, біздің мысалы осылай келіңдер, осындай бізге проект керек, осылай түсірейік десе, мысалы мен барам. Яза. Мысалы команданы алып барып, осы жерде жергілікті республикада ойнап жүрген командаларды апарып, ойнатып, әкеліп, передача ашып, Comedy Club'тан асып кетеді деп айтпаймын. Енді жетіп аламыз деп те айтпаймын. Но соның деңгейін осы жергілікті деңгей беретіндей передачалар ашуға болады. Бірақ та оның бәрі, Олжас өзің білесің, қазір қаржыға келіп тіреледі. Ернар, сіз өзіңіз бір тележүргізуші, не болмаса бір үлкен жобаларды басқарып, болашақта сондай жоспарларыңыз бар ма алға қойған? Қандай да бір жоба ашқыңыз келе ме жақын күндері? Бізде осы жергілікті жайдарманшылар болып, басқаларынан қалыспай проектілер түсіруіміз келеді. Бір-екі жоба жасап қарадық. Бәрі ақшаға келіп тіреледі деп айтып отқан себебім, қазір мысалы өзің білесің, Олжас, операторды жалдау ақша, камераны табу ақша, оны түсетін біз түсеміз. Мысалы бір 15 минуттық проекттің передачаны түсіру үшін, бір кем дегенде 15 минутты түсіру үшін бір 100 мың ақша қалай жола керек болады. Операторыңа бересің, анда бересің, мында бересің. Бірақ сен сол 100 мыңға түсірген передачаңды 25 мың теңгеге бағалап тұрса, менің ойымша ол нечесін сияқты енді. Енді ол мысалы орыстарда мақал бар, время золото дейді, сен уақытыңды жоясың, миың кетеді қаншама ол стресс, қаншама ол нервотреп. Сен жүресің, анда барасың, мында барасың, анада айқай естейсің, түсірме, кет, бүйт, сөйт деп жатады. Осы біз Атыраудың ішінде бір кейбір жерлерде съемка жасап, бір Сағыз Смайл деген передача ашқымыз келіп, ол жобамыз енді пока болмай тұр. Бірақ жобаны түсіріп қойдық, әлі де түсіруге дайынбыз. Оны өткізетін телеканал жоқ та бізде. Шыны керек әңгіменің. Мен қазір сатып аламын деп бір каналдың басшысы соқса, мысалы, осындай түсірем, осындай мынандай қылып түсіре аласыңдар ма деп берсе, мысалы, планда біздер түсіреміз мысалы. Ернар, жаңа ғана жалақы мәселесін қозғадық, жанұя мәселесін қозғап отырсыз. Сіз қанша жерден қандай көлемде жалақы аласыз? Сол жалақыңыз қаражат жанұяңызды асырауға жете ме? Қанша табасын болғанда енді қанша табатынымды айтпай ақ қояйын, сен жанұямды асырап жатырмын, шүкір. Аннан-мыннан ақша алып жатырмын, бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп айтпай ақ қояйын. Жаңағы өзім шыны керек, арық сөйлеп семіз шығарған жақсы көремін. Өйткені көп адамды үйде отырып алып, осылай бір интервьюлерді көріп отырып, көп адамдар сынап отырамын да өзім пікірімді айтып, өзімді видео айтып қалды, сөйту керек еді ғой деп. Мүмкін мен де біреу қазір қарап, мынау деп отыр деген мүмкін деп айтып қалатын шығар. Енді шүкір, осы Атырауда жанұяммен тұрып жатырмын. Ауылды тастап осы келдік, осында шүкір, семьямды асырауға жалақым, ақшам жетіп жатыр. Жаман емес, мыңда бір, Аллаға тәуба. Енді қалай айтсам болады, барға қанағат.
2-3 жерден ақша аламыз. 2-3 жерден ақша аламыз, сол жетіп жатыр. Атыраудың ішіне жетеді. Ал Астана, Алматыға кетіп қалып жатса, мүмкін қазіргі алып жүрген ақшам ол жақта жетпей қалуы мүмкін бе. Ағаларымыздың үлкен театрларын қозғамағанның өзінде Жайдарманда кей әзілдердің мазмұны бір көше қылжақбастардың әңгімесінен құралған, жаңағыдай әзілдердің сапасы, мәні, мағынасы жоқ болып кетіп жатады. Оған жұрт келіп улап-шулап күледі. Бұл мұндай қателіктер не себептен жіберіледі? Мүмкін жайдарманшылардың кейбір жерлерде алдыртып қоятын білім жағынан, оқымағандықтан ба, бұл өнерге әсер етпей ме? Жалпы сіз өзіңіз осы сценарий жазуға қалай келдіңіз? Сіздің біліміңіз қандай? Енді сен әзілдің сапасы жөнінде айтып отырсаң, мүмкін енді сенің көрермен ретінде айтуың дұрыс енді, бірақ та үйтіп кезінде бәрімізде бастағанда кішкене қылжақ бастау болып, десе мә дейтін, деп жеңіл әзілден бастадық енді кезінде. Оны біздер жаңағы факультет аралық ойындарында солай ойнаған кездеріміз болды. Енді бірақ қазіргі КВН көшеде деп жатсың ғой енді. Енді осы проблема қазір осы тек қана Атыраудың КВН емес, осы бүкіл біздің Қазақстанның ішінде жоғары лигадан бастап төмен қарай болып жатқан үлкен проблема деп айтуға болады. Осы көшедегі әңгімені сол кішкене күресіп жатыр сонымен редакторлар. Көшедегі әңгімені айтпаңдаршы, көшеде бүйтпеші, көшеде сөйтіп қалған, көшеде әңгіменің бәрі сол сіз айтып отқандай жаңа көше туралы әңгімеден енді жастар қазір оқыған жоқ, оқымаған деп ештеңе айта алмаймын. Жастар қазір көшеде жүреді көбіне. Көшеде не көреді? Көргенін көрсетеді. Көбіне енді әзілмен жеткізгісі келіп жатады, кейбір жері болмай қалып жатады. Енді оған келсем, көшедегі әңгіменің бәрі бір сарында болып кетсе, бір сарында көшедегі деген әзілдер енді адам жалықтырады мүмкін. Енді мен өзім жалпы сценарийға былай кіріскенде, Астанаға кетіп кірісіп қарағанда, ең бірінші Астанадан бізге қағаз келеді. Тақырып осындай деген. Сол тақырыпты енді мен шынын айтайын, мектепте өзім 5-пен оқыған адам емеспін, қызылмен бітірген. Енді барымша осы биыл әдеби маусым, енді кілең көбіне біздерде әдебиет туралы, осы кешегі поэзия болды кешегі тақырыбымыз. Барынша сол келгенде қағаз келеді, факс, оқимын, тақырып қандай. Барынша сол тақырыптан ауытқымауға тырысам. Сценарий жазуды қалай қолға алдыңыз болғанда былай болды енді. Мен руым Беріш. Жарнама жасап қойын. Осы үйде үлкен көкелерім болды. Мықты әзіл дейді олар, әзіл дегенде. Сосын біздер жаңағы нағашыларымызбен қатты ойнап отырамыз. Нағашыларымыз шеркештер үшін бір-бірімізбен кездесіп қалсақ, айда қырылып кетеміз. Үйде бір болады, әр жанұяда нағашысымен ойнамайтын бала. Біздер қатты ойнайтын едік. Енді кішкентай кезімнен солармен тетелесіп, араласып сөйлемесем де әйтеуір тыңдап отырып, арасынан бүйтіп сөйтіп, біздің жалпы енді содан мүмкін сол қасиет бір қалған болар деп ойлаймын. Сосын үйде шал кемпір болды. Шал кемпірлер келеді, солардың әңгімесін тыңдаймын, өзімнің өміріммен салыстырамын, айтып отқан әңгімелерін тыңдап, қалай ол сонда деп. Мен мүмкін сондай бір қасиеттер қалып қойған бар. Сосын бір жағынан енді институтта жүргенде Жигули КВН командасында өнер көрсетіп жүргенде, енді Жигули КВН командасында жаман емес команда болды. Содан да сол команданың ішінде жүріп те жинаған тәжірибем деп айтуға болады. Өмірден сол Жайдарманнан алған тәжірибе өте көп. Енді кішкентай кезімнен қалып қойған қасиет бар мүмкін. Көп ойнайтын едік. Мектепте де, класста да оқып жүргенде де мынау бір-бірімізбен тіл жаттықтырып, сөйлеп, қалай оратор болдық. Сабақтан тыс оратор болдық. Мектепте сабақ етпейсің, бірақ коридорға шығып кетсең, ой, сенен асқан оратор жоқ. Мүмкін солардың бәрі, сол қасиеттердің бәрі енді бойымыздан сол КВН-ге деп шыққан болар деп ойлаймын. Тағы бір сауал, сіз өзіңіздің сүйген жарыңызбен Twitter арқылы немесе ВКонтакте немесе Facebook арқылы, жаңағыдай әлеуметтік желілер арқылы таныстыңыз ба, әлде өмірде кездестіріп, кәдімгі ата жолмен таныстыңыз ба? Әйеліммен интернетте танысқан жоқпын. Әйелімде өмірде, Сағызда, тойда танысқанбыз. Ауылдың сол баяғы бір темасы ғой, қаланың қызы ауылға тойға келеді. Сол жерден ауылдың баласы болып, сол қызды ұстап, өмірде шынайы кәдімгідей таныстық.
еш кандай әлеуметтик желінің бұл жерде қатысы жоқ. Біздің бағдарламамызға алып қосарыңыз бар ма сол жөнінде? Сенің проектің неғұрлым жақсы болсаң, біздер де соғұрлым сенімен бірге тағы да шақырып бір интервьюлерге пікір таластырып тұрамыз деген ойдамын. Творчестволық табыс тілеймін. Ең бастысы осы алған жолыңнан қайтпа. Рахмет сіздерге көп мені шақырып отқаныңызға.